Көктем келді. Табиғат құсқы ұйқыдан оянып, өз-өзін жаңа түстермен және хош иістермен толтыра бастады. Көңілді сайрап, ауаны толтырып, оңтүстіктен құстар қайтып келді. Шалғындардағы ағаштар жасыл түсті болды, жас шөп көтерілді. Екі үйрек, біреу жас, екіншісі кәрілеу, балапандардың қасында тұрып, бір-бірімен әңгімелесіп тұр. Кішкентайлар туралы не айтасың? Жұмыртқадан шыққандардың нұсқап, деді біреуі. Олар өте сүйкімді, жауап берді екіншісі. Неліктен ең үлкені жұмыртқадан шықпайды? Таң қалып тұр жас ана. Бұл күрке тауық жұмыртқасы болуы керек, деді кәрі үйрек. Дәл осылай мені бір рет алдап кетті. Сол күрке тауықтардан қиындық көрдім мен. Қанша мен оларды шақырсам да, крәк-крәк деп, олар аулаға бармайды да, жақындамайды да. Жоқ, мен сенімдімін, осы жұмыртқадан ерекше бала өседі, деді жас ана. Сол вақытта үлкен жұмыртқа жарылып, сыртқа үйректің баласы шықты. Қалай жақсы, қалай жарық, о, әлем қандай әдемі, деді сол үйрек баласы. Фу, қандай үлкен, қандай ұсқынсыз, деді кәрі үйрек та кетіп қалды. Келесі күні жас ана балапандарымен құс ауласына барды. Кішкентай балаларды құс қоғамына енгізуі керек болды. Құс ауласында бір семіз испан үйрегі болды. Ол осында ең танымал болып саналатын. Қазір мен сендерді анау испан үйрегімен таныстырамын. Оның аяғында көк жіп байланып тұр. Ол ең жоғары айырмашылық, деді жас ана өз балаларына. Сендер оған жақындап, құрметтеп амандасыңдар, крәк-крәк деп. Үш үйрек баласы испан үйрегіне қасына келіп, крәк-крәк айтты. Балаларың бәрі өте жақсы, деді испан үйрегі. Осы сәтте соңғы төртінші ұсқынсыз үйрек баласы олардың қасына жүгіріп келіп, оларды құлата жаздап амандасты. Сәлеметсіз бе, әже? Ал бұл менің кенжем, деді жас ана. Ол жұмыртқада ұзақ уақыт жатып, сондай жаман болып қалды. Бұл шынымен өте жаман болып қалды, және күрке тауыққа құсап кетті, деді испан үйрегі бұрылып кетіп. Содан кейін құс ауласындағылардың бәрі ұсқынсыз үйрек баласын мазақ ете бастады, және оны өзіміздікі деп ешкім санамады. Ал бұл қандай құс? Тиісетін оған құс балапандары. Мен үйрек баласымын, жауап беретін оларға ұсқынсыз үйрек. Сен қандай үйрексің? Сен күрке тауықсың, сондықтан бар өз күрке тауықтарына. Содан кейін үйрек күрке тауықтарға жақындап, оларға жалынды. Бәрі мені күрке тауық деп атайды.
Сендерде маған бос орын бар ма? Не? Сен өзіңді күрке тауық деп атауға қалай батылың барды? Құқ. Ақымақ, қазір мен саған көрсетемін. Құқ, деді бір үлкен күрке тауық бір жола оны қуып. Сонда ол тауықтарға жақындады, оларға жалынды. Мені өз қасындарына алыңызшы. Мен кеше ғана туылдым, және өз кім екенімді әлі білмеймін. Иә, қайда барасың? Сен бізбен туысқан болайын деп тұрсың ба? Кет бар, әйтпесе тістеп тастаймын, деді Әтеш. Осыдан кейін ұсқынсыз үйрек баласы құс ауласында қала алмады. Ол құс қорасынан кетуге шешім қабылдады. Бейшара үйрек баспана іздеп көп қаңғып жүрді. Қаңғып жүргенде бір ой қайта маза бермей басына келе берді. Әсіресе неге ол құс ауласындағы тұрғындарына ұсқынсыз болып көрінді? Неге бәрі оған күліп, оны қуып жіберді? Кенет үйрек оның үстінен ұшып бара жатқан тамаша құстарды көрді. Үйрек бұл әдемі құстардың атын білмей, оларды бірден жақсы көріп кетті, және олармен бірге ұшып кетуін армандады. Шіркін, мен неге осы сұлу құстар сияқты болып туылмадым? Ішінен ойлады ұсқынсыз үйрек. Сол сәтте жаңбыр жауа бастады. Үйрек қайда баратынын білмей қалды. Сасқалақтап алдыға жүгірді. Кенет ол саятшылықты көріп, соған қарай ұмтылды. Үйге кіретін есіктің тесігінен өтіп, ішке кірді. Оның алдынан бір тауық шығып, оны қарсы алды. Осы кім бізге сонша қорқынышты боп келді? Деді тауық. Маған сіздермен бірге болуға рұқсат беріңізші, жалынды үйрек. Ал сен немене істеу білесің? Сұрақ қойды тауық. Жұмыртқаның үстіне отырып, және одан балапан шығару білесің ба? Деді тауық. Жоқ, жауап берді үйрек. Мүмкін сен мысықтар сияқты мұрр деп айта аласың, деді бұрышта жатқан мысық. Жоқ, істей алмаймын, айтты үйрек. Олай болса, сонда кет бұл жерден, өйткені сен ештеңе істей алмайсың, ызаланды мысық үйрек жаққа ұмтылып. Сөйтіп, ұсқынсыз үйректі үйдің иелері орманға айдап жіберді. Тағы да үйрек баласы жалғыз қалды. Ұзақ жүрді үйрек, бір өмір сүретін үңгір тапқанша орманды аралап. Аяғында көл жағасында біздің ұсқынсыз үйрек бір кішкентай үңгірді тауып, сонда қоныстанды. Жалғыз өзі қатты жалықты, бірақ бәрінен ұялып, және біреудің көзіне көрінбей үшін, ол оны ешкім көрмеген түндерде ғана өз үңгірден шығатын. Көлде жүзіп, және ұшып, қанаттарын жайып жүретін. Бірақ таң енді ғана келе жатқанда, ол қайтадан үңгіріне тығылатын. Осылай жазда өтті. Осы
Уақыт ішінде үйрек күшейді және жетілді. Күз келді, күндер салқындап кетті. Өзенде мекендейтін құстар жылы жаққа ұшып бара жатты. Үлкен сағынышпен олардың артынан қарайтын біздің ұсқынсыз үйрек. Осы кездерде оның жүрегі қайғылы сезімімен толынатын. Осылай бір аязды күнде таңертең ол қайтадан бала кезінде оның үстінен ұшып өткен керемет құстарды көрді. Олар ұзақ жолға дайындалып баратын болды. Мен осы жерде әбден тоңып қалмағанша және аяздан жалғыз өлмегенше гөрі бұлардың мені жұлдырғандары дұрыс деп шешті үйрек далаға секіріп. Сол сәтте бір ғажайып болды. Ол суға қарағанда судың үстінде өз түрін көргенде таң қалды. Ол осы аққуларға ұқсайтынын түсінді және ол аққу екенін білді. Содан кейін біздің үйрек осы әдемі құстарға жүзіп келіп танысты. Аққулар ұсқынсыз үйректе өз туысқанын ажырата көріп, оны өз отбасына қабылдады. Үйрек өте керемет бақытты болды. Өйткені ол нақты достарын кездестірді. Осыдан кейін олар бірге ұшты және құс ауласының үстінен ұшып бар жатқанда құс қорасының барлық тұрғындары оларға сүйсіне қарап мақтанышпен айтты. Бұл аққулар қандай әдемі, қандай керемет құстар. Сонда ешкім де ойламапты осы аққулардың ішінде олардың ұсқынсыз үйрегі бар екенін.